бір ер адам ветеринарға қоңырау шалып жатыр. Сәлеметсіз бе? Бұл сіздің клиентіңіз Қайрат. Қазір сізге енем ескі итпен барады. Сіз оған қиналмасын деп бір күшті укол салып жібере аласыз ба? Ветеринар: ит өзі үйге жолып таба ала ма? Американдық: бізде бала 18-де бөлек тұрады. Қазақ: бізде бала 30-да да мама ет қайда деп тұрады. Білесің бе? Дәулет ауруханаға түсіп қалыпты. Қызық екен. Кеше ғана кешке сұлу бір қызбен жүргенін көргем. Иә, білем. Әйелі де көріп қалыпты. Әйелі күйеуіне: ана көршіңді қарашы. Күнде таңертең жұмысқа кетерде әйелін сүйіп шығады. Сен неге олай істемейсің? Мен оны танымаймын ғой. Тойдың маңыздылығы туралы. Той қашан болады? Алдымен кредитті жауып алайық. Қайсысын? Өткен тойды. Дәрігер, мен мұны қалай емдей аламын? Қазір интернеттен қарап көрейін. Мен өзім ақ интернеттен қарай аламын ғой. Өз бетің шемделмей қойайық, бауырым. Бір фирманың бастығы басқа фирманың бастығынан сұрайды: неліктен сенің бағыныштыларың бәрін екі рет қайталап айтады? Білмеймін. Жұмысшы өз бастығына келіп: менің әйелім маған сізден айлығымды көтеруді сұрауымды айтты. Жақсы, бұл ұсынысты мен өз әйеліммен талқылайын. Әйелі: саған ең жақын дос болғым келеді. Күйеуі бір шеше арақты алып, екі рюмке қойды да: ой, айта берейін, жүйкемді әбден тоздырдым. Шайдың маңыздылығы туралы. Түрік досы: бізде шай бір стакан. Қазақ: бізде шай бірінші кел шай іш, сосын қал шай іш, сосын тағы іш, сосын кетпе іш. Неміс қазаққа қонаққа келді. Қолында дәптер, қалам. Мен бәрін жазып отырам. Қанша кісі келді, қанша ет кетті, қанша сөз айтылды, тәртіп керек. Қазақ: бізде де жазылады, бірақ бәрі жүрекке жазылады, бауырым. Түнгі сағат 3-те орыс көрші қазаққа: соседи, у вас музыка играет в 3 часа ночи. Қазақ: кешіріңіздер, той біраз созылып кетті. Келіп кетіңіздер, бәліш бар әлі. Ой, ну раз так, Надежда, иди чай попьем, нас в гости позвали. Бірде қазақ пен жапон кәсіпорнының директорлары кездесіп қалады. Екі кәсіпорында бірдей өнім шығарады, көлемі де бірдей. Қазақтың директоры жапоннан сұрайды: сендерде қанша адам жұмыс істейді? 9, дейді жапон. Ал сендерде ше? Қазақтың шын мәнінде 500 адам жұмыс істейтіні белгілі. Бірақ ол 10 деп жауап береді. Келесі күні жапон: кешегі жауапты ойлап отырып, түнде ұйықтай алмай қалдым. Сенің 10-шы адамың сонда не істейді екен?